Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздермен нағыз грек салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен біз өзімізге қажетті барлық ингредиенттерді дайындап аламыз, кейіннен салатты жасауға кірісетін боламыз. Салатымызға ең бірінші біз қызанақ пен қиярды дайындап турап алатын боламыз. Қызанақты өздеріңізге ұнаған кез келген формада турап алуға болады. Қиярды мен видеода көрсетілгендей артық бөлігін алып тастап, пышақтың көмегімен екі бөлікке бөліп, фигурный пышақпен кесіп алатын боламыз. Кәдімгі пышақты қолдансаңыздар да болады. Мен әдемі көрік беріп тұру үшін осы пышақты қолдандым. Қызанақ пен қиярды толықтай турап алған соң, арнайы ыдысқа салып алып қоямыз. Келесі қосатын ингредиентіміз ол бізде салат жапырағы, яғни салатные листья. Салат жапырағын өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз, немесе қолыңыздың көмегімен бөліп қоюға да болады. Бұл салатты кез келген жыл мезгілінде дайындауға болады. Өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте біз болгар бұрышын қосатын боламыз. Болгар бұрышын дәл видеода көрсетілгендей кесіп турап аламыз. Мен екі түрлі болгар бұрышын қолдандым. Сіздер де өз қалауларыңызша өздеріңізге ұнайтын болгар бұрышын қолдансаңыздар болады. Менің видео рецептерім сіздерге ұнап жатқан болса, менің арнама тіркеліп, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Грек салатының ең маңызды ингредиенттерінің бірі бұл фета сыры болып табылады. Дәл осы ірімшікті қолдануға кеңес беремін, себебі салатқа өте ерекше дәм береді. Дәл видеода көрсетілгендей кубик тәріздес пішінде кесіп аламыз. Келесі қосатын ингредиент бізде қызыл пияз болып табылады. Дәл видеода көрсетілгендей турап аламыз. Міндетті түрде қосу шарт емес. Егер сіздерге ұнамаса, қоспай қоюға болады. Барлық ингредиенттерді дайындап алған соң, біз салатымызды дайындайтын боламыз. Яғни, ең соңғы кезекте біз тұз қосып араластыратын боламыз. Міндетті түрде дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте салатымызды арнайы ыдысқа салып, әшімдейтін боламыз. Алдын ала дайындап қойған ингредиенттерді осылай салатымыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Егер сіздер үй жағдайында өздеріңіз үшін дайындап жатқан болсаңыздар, барлығын толықтай қосып араластыруға да болады. Бірақ мен дастарханға осылай ұсынғанды ұнатамын. Зәйтүнді өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Енді салатымыз одан әрі дәмдірек болу үшін біз орегано дәмдеу үшін қосатын боламыз. Сонымен қатар бұл салатқа міндетті түрде лимон қосуды ұмытпаңыздар. Лимон бұл салаттың маңызды ингредиенттерінің бірі болып табылады. Лимон шырынын осылай салатымыздың бетіне сеуіп шығамыз, және де лимонның осындай бөлігін салатты одан әрі әдемі көрік беріп тұру үшін безендіріп қоямыз. Бальзамический соуспен салатқа тағы да қосымша дәм беруге болады. Міне, салатымыз толықтай дайын болды. Егер сіздерге менің рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер.
Бүгін мен сіздермен тауық етінен жасалынатын қолжетімді рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рулеттің ерекшелігі, біз бұл рулетті ұнтақ жармасынан дайындайтын боламыз. Ал қалған ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Ең алдыменен ірімшікті массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз майонез қосатын боламыз. Бізге 3 ас қасық майонез жеткілікті. Майонез қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнтақ жармасын қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Дәміне қарай кішкене мөлшерде шым-шым тұз қоссаңыздар болады. Егер ірімшік тұзы болса, тұз қосу міндетті емес. Келесі кезекте ірімшікті үккіштен шығарып аламыз. Осы үккіштен шығарып алынған ірімшікті енді біз жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Яғни ірімшікті қосу арқылы біз ірімшікті массамыз дайын болады. Ең соңғы кезекте өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қосамыз. Менде кептірілген аскөк пен паприка. Осы дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып алдым. Егер сіздерге менің рецептерім ұнап жатқан болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, ірімшікті массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған ірімшікті массамызды пергамент қағазына құятын боламыз. Пергамент қағаздың міндетті түрде сапасы жақсысын алуға кеңес беремін, себебі біздің ірімшікті массамыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті де жақсы пергамент қағаз болса, біздің массамыз жабыспай әдемі болып піседі. Менде пергамент Поклан фирмасының қағазы. Барлығын толықтай тегістеп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Ірімшікті массамыз дайын болғанға дейін біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ең бірінші біз тауық филесін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Тауық филесін дайындап алған соң біз дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка, сонымен қатар өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қоссақ болады. Өз қалауларыңыз бойынша салмасына пияз қоссаңыздар да болады. Мен ұнатпағандықтан қоспаймын. Ал ендігі кезекте осы салмасын дәмдеуіштерді қосып алған соң жақсылап араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің ірімшікті массамыз толықтай дайын болды. Енді осы ірімшікті массаны біз толықтай суытып аламыз. Пергамент қағазы өте жақсы болғандықтан, менің ірімшікті массам жабысқан жоқ. Және де осы тауық етінен жасалынған салманы ірімшікті массамыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын, сонымен қатар қонақ күткенде де дастарханның көркін ашатын тағамның бір түрі болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Соңынан кішкене мөлшерде осылай бетіне сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Егер сіздер пияз қоспаған жағдайда осылай сұйық май қолдансаңыздар болады. Ал ендігі кезекте біз видеода көрсетілгендей рулетті орайтын боламыз. Қызып тұрған пеште 35-40 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей бетінен пергамент қағазын жауып ораймыз.
фольга қағазмен орауға да болады, бірақ бұл әдіспен де біздің рулетіміз өте дәмді болып шығады. Дәл осы күйде духовканың листіне орналастырып пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің рулет толықтай дайын болды. Ыстық күйінде ыстық тағам ретінде де ұсынсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл рулет ыстық күйінде де өз формасын сақтайды. Егер сіздерге менің бұл рецептім ұнаған болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге банан қосылған брауни пирогын дайындайтын боламын. Бұл пирогты сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Толықтай қажетті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен видеода көрсетілгендей бананды шаңышқының көмегімен толықтай езіп аламыз. Негізі менің сіздерге кеңесім піскен бананды алуларыңызға кеңес беремін, себебі тез әрі оңай езіледі. Бананды толықтай біркелкі массаға енгенге дейін езіп дайындап аламыз. Ендігі кезекте біз пирогтың сұйық массасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті 3 жұмыртқаны арнайы ыдысымызға салып, қантпен қосып араластырып аламыз. Бізге бұл жерде венчик қажет болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ақ көбік пайда болғанға дейін жақсылап араластыруға кеңес беремін. Осы уақыт аралығында сары майды микротолқынды пеште немесе водяной баняда ерітіп алыңыздар. Себебі бізге сәл суып тұрған май болу қажет. Ыстық күйінде жұмыртқалы массамызға қосуға болмайды. Жұмыртқалы массамызға шым-шым тұз қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді жұмыртқалы ақ көпіршікті массамызға алдын ала ерітілген сары майды қосатын боламыз. Пирогтың дәмі сары майға байланысты екенін барлығыңызда білсеңіздер керек деп ойлаймын. Сол себепті де сары майдың жақсысын алуға кеңес беремін. 72-82% аралығындағы май болуы қажет. Міне толықтай жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте біз құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Пирогымыз жақсы көтерілу үшін міндетті түрде құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп аламыз. Сонымен қатар какао ұнтағының өздеріңізге ұнайтын кез келген түрін қолдансаңыздар да болады. Тағы да ескере кететін жайт, сұйық массаны араластыру барысында бір бағытқа қарай араластыруға кеңес беремін. Себебі екі бағытқа араластыратын болсаңыз, пирогымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті бір бағытқа қарай араластырып отырыңыздар. Біздің сұйық массамыз толықтай дайын болды. Енді алдын ала езіп алған бананды осы массамызға қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егер сізде бананның үлкен бөліктері жақсы езілмей қалған болса, лопатканың көмегімен езіп жақсылап араластырып алуға болады. Формамызға кішкене мөлшерде сары май жағып аламыз, және де дәл сондай мөлшерде ұн сеуіп алатын боламыз. Дайындап алған массамызды осы формаға толықтай құйып алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Пирогтың дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз.
Міне көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз толықтай дайын болды. Енді осы пирогтың бетіне біз ганаш дайындайтын боламыз. Ганаш дайындау үшін бізге шоколад қажет болады. Бұл шоколадты біз водяной баняда немесе микротолқынды пеште ерітіп алсақ болады. Ағаш таяқшаның көмегімен пирогымыздың бетінен дәл осылай тесіп шығып, осы шоколадты ганашымызды құятын боламыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ақ шоколадпен де дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірақ қара шоколадпен өте дәмдірек болады. Негізінен бұл пирог өте оңай дайындалады, әрі жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Бетін қасықтың көмегімен әсемдеп алдым, яғни шексіздік белгісін суретін салып шықтым. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Және де әсемдік үшін мен грек жаңғағын қолдандым. Грек жаңғағы болмаған жағдайда кокос ұнтағын қолдансаңыздар болады. Міне пирогымыз толықтай дайын болды. Өте әдемі әрі өте оңай дайындалатын пирогтың бірі деп айтсам да болады. Міндетті түрде маған қолдау білдіріп, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздерге кесілген түрінде де көрсеткім келіп тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет достар. Егер осы пирогты дайындап жатқан болсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдыруларыңызды сұраймын. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін.
Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын, әр ауызда еритін түрік пахлавасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пахлаваның қамырын дайындауға бізге қажет ингредиенттер: ұн, бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа сарысы, қаймақ және қопсытқыш. Ең алдыменен ұн мен сары майды жақсылап араластырып аламыз. Бір келка масса болғанға дейін жақсылап ұсақтап аламыз. Бөлек бір ыдыста қаймақ пен қопсытқышты араластырамыз. Осы дайын болған масса мен жұмыртқа сарысын біз ұсақталған қамырымызға қосатын боламыз. Ендігі кезекте барлығын араластырып, жұмсақ қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осы дайын болған қамырды біз тоңазытқышқа 30 минутқа қоятын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған уақытта біз салмасын дайындап аламыз. Ең алдыменен осы грек жаңғағын жақсылап блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Ұсақталған грек жаңғағын арнайы бір ыдысқа салып, қантпен жақсылап араластырып аламыз. Қант пен жаңғақты жақсылап араластырып алған соң, жұмыртқаның ақуызын қосып, тағы да бір рет араластырамыз. Яғни біз осылай салмасын дайындап аламыз. Міне, біздің салмамыз дайын. Салмасын бірден ұмытпай тұрып, 4 бөлікке бөліп қойғандарыңыз дұрыс. Ал енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, 5 бөлікке бөлетін боламыз. Бөлікке бөліп алған соң, барлық қамырымызды бірден жайып аламыз. Өздеріңізде қандай форма бар, сол формаға туралап жайып алсаңыздар болады. Мен осылай барлық қамырды бірден жайып алдым. Енді осылай формаға салып, салмасын қосып, қамырды
Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өзбек халқының дәстүрлі тағамның бірі, сонымен қатар оңай дайындалатын өзбек қатламасының рецептімен бөлісетін боламын. Қаттаманы дайындау үшін бізге қажет болатын ингредиенттер сүт, тұз, ашытқы, ұн және де сары май қолданатын боламыз. Сонымен қатар, қаттаманы пісіру уақытысында бізге сұйық май да қажет болады. Арнайы ыдысымызға жылы сүт, тұз, ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, міндетті түрде осы әдіс бойынша қаттаманы дайындап көруге кеңес беремін. Келесі кезекте електен өткізілген ұн қосатын боламыз. Ұнды қанша мөлшерде қосу қажеттігін мен описание бөліміне толықтай қалдырып кететін боламын. Қамырды жақсылап илеп аламыз. Міндетті түрде біздің қамырымыз жақсы иленген болуы тиіс, себебі оңай жайылып, әдемі болып шығады. Бес 7 минут уақыт аралығында қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Сонымен қатар біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай қамыр болуы қажет. Дайын болған қамырымызды целлофан пакетке кішкене мөлшерде ұн сеуіп, қамырымызды салып алып қоямыз. Шамамен 30 минут уақыт өткен соң біздің қамырымыз осылай көтерілді. Қамырымызды тағы да бір жақсылап илеп, қайтадан пакетке салып алып қоямыз. Біздің қамырдың жақсы иленгені видеода анық көрсетіліп тұр деп ойлаймын. Сол себепті де сіздер де жақсылап илеп, осындай қамыр жасауға тырысыңыздар. 15 минут уақыт өткен соң қамырымызды біз толықтай жаятын боламыз. Бұл видеода мен қамырдың жайылу әдісін де көрсетіп кеттім. Дәл осылай қамырды ең алдыменен басып, көбірек мөлшерде ұн сеуіп, жақсылап илеп аламыз. Достар, менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қойып ұмытпаңыздар. Оқтауға ораған уақытта қамырды қатты баспаймыз, жай ғана алақанымыздың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды дәл видеода көрсетілгендей жайып алыңыздар. Шеті қалың болып, ортасы жұқа болса да, негізінен бұл қаттамаға ешқандай әсерін тигізбейді. Себебі қаттаманың қамыры оралатын болғандықтан, қамыр біркелкі болып жайылуы міндетті емес. Егер сіз қамыр жаю жолын енді үйреніп жатқан болсаңыз, осы қаттаманың немесе қатпарлы самсаның қамырын жайып үйренсеңіздер болады. Себебі дәл осы қамыр бізде жайылып, маргаринмен оралатын болғандықтан, бізге біркелкі теп-тегіс болып жайылмаса да, осылай үйреніп алуға болады. Сол себепті ең алғаш қамыр жасап үйреніп жатқан болсаңыз, осы қамырды жасауға кеңес беремін. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осы уақытта сары май немесе маргаринді ерітіп қоюды ұмытып кетпеңіздер. Қаттаманың дәмі сонымен қатар бізде сары майға байланысты болып келеді. Сол себепті де мен сіздерге пайыздық көрсеткіші жоғары майды қолдануға кеңес беремін. Мен закрома майын қолдандым. Дәл осы күйінде мен микротолқынды пеште толықтай ерітіп алдым. Дайын болған қамырымыздың үстінен осылай толықтай сары майды жағып шығатын боламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай майды толығымен жағып шықтым. Енді осы қамырды мен оқтауға орайтын боламын. Қамырымызды оқтауға орап алған соң, осылай пышақтың көмегімен дәл ортасынан кесетін боламыз. Ендігі кезекте қолымыздың көмегімен оқтаудан қамырды ажыратып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасайтын боламыз. Енді осы қамырды мен 3 бөлікке бөліп алдым. Негізінен егер сіздер көп мөлшерде дайындаған болсаңыздар, қамырдың бөлігін көп бөліктерге бөліп дайындасаңыздар да болады. Енді осы 3 бөлікке бөлінген қамырды осылай орап алатын боламыз. Қараңыздаршы, осы әдіс бойынша біздің қаттамамыз қандай қатпарлы екені көрініп тұр деп ойлаймын. Достар, егер сіздерге менің каналымдағы рецепттер ұнап жатқан болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Қамырдың құрамында ашытқы болғандықтан, біз тағы да 5-10 минут уақытқа қамырдың бетін сүлгімен жауып алып қоямыз. Қараңыздаршы, біздің қаттама піспей тұрып қандай формаға ие болып тұр, өте әдемі әрі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Енді осы қамырдың барлығын біз жайып аламыз. Кішкене мөлшерде ұн сеуіп алып, қамырымызды жаятын боламыз. Қамыр міндетті түрде біркелкі болып, шеттер әдемі болып, яғни дөңгелек формасында болу қажет. Дәл видеода көрсетілгенде жаюға кеңес беремін. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай мен барлығын ең алдымен толықтай жайып алдым. Ендігі кезекте осыны табамызда пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға қажетті мөлшерде май қоямыз. Қамырды қызып тұрған майға саламыз да, осылай ағаш таяқшаның көмегімен айналдыра отырып пісіріп аламыз. Неліктен айналдыра отырып пісіру қажет десеңіздер, осылай бірде толық қызарып шығу үшін айналдыра отырып пісіру қажет. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай менің қаттамам өте әдемі, қызарып, қатпарлы болып пісіп шықты. Сіздерге де менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, рецепттерімді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өте керемет витаминге бай сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдыменен біз ноқатты дайындап аламыз, яғни біз түнге 8-10 сағат уақыт аралығында ноқатты суға салып қоямыз. Егер түнде жасап үлгермеген болсаңыздар, сіздерге мына әдісті ұсынамын. Қажетті мөлшердегі ноқатымызға жылы су құйып, жарты шай қасық ас содасын қосып, 1-2 сағатқа тұндырып қоямыз. 1 сағаттан кейін біздің ноқатымыздың суы азайып, осындай күйге енеді. Ендігі кезекте біз сорпамызды дайындай берсек болады. Сорпамыз дәмді болып шығу үшін еттің сүйекті бөлігін алуға кеңес беремін. Қазанға етті салып, жақсылап жуып аламыз да, отқа қойып, қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнаған уақытта осындай көбіктер пайда болады. Осы көбіктерді уақытылы алу өте маңызды. Себебі алмаған уақытта біздің сорпамыз қатты қайнап кетсе, сорпаның түсі әдемі болмай шығуы мүмкін.
Сорпаның бетіндегі көбігін толықтай алып болған соң, суда тұндырылған ноқатты салатын боламыз. Ал енді сорпаны ноқатымыз толықтай дайын болғанға дейін орташа отта қайнатамыз. Ендігі кезекте сорпамызға көкөністер қосатын боламыз. Ең бірінші сорпамызға біз пияз қосатын боламыз. Пиязды жуып, жақсылап тазалап алып, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Ал енді дайындап алған пиязды сорпамызға қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштерді қосуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар болады. Сорпамыздың түсі әдемі болып, қызыл түске енуі осы лечо салатымызда деп айтсақ та болады. Негізінен балғын, көкөністерді қолдансаңыздар да болады, бірақ қыс мезгілі болғандықтан мен осындай салат қосуды жөн көрдім. Кез келген балғын көкөніс түрін қоссаңыздар болады. Қызанақ, сәбіз, картоп. Маған ғана солай көрінетін шығар, бірақ қыс мезгілінде көкөністер жаз мезгіліндегі сияқты дәмді бола бермейді. Сол себепті де мен осы лечо салатын қосып, сорпама ерекше дәм қостым. Сонымен қатар, бұл сорпа өте тойымды сорпаның бірі болып табылады. Әрі жасалу жолы да қиын емес. Және де суық күнде адам ағзасына өте пайдалы сорпаның бір түрі. Сорпа неғұрлым көп қайнайтын болса, соғұрлым дәмдірек болып шығады. Мен ноқат толықтай жұмсақ болып піскенге дейін 5-6 сағат уақыт аралығында қайнаттым. Көріп тұрғандарыңыздай сорпамыз әдемі қызыл түске еніп, суы азайып, жақсы қайнағаны көрініп тұр. Демек, біздің сорпамыз толық дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын ноқат сорпаны дайындап көріңіздер. Достар, егер сіздерге менің рецептім ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Өз қалауларыңызша тамақты ұсынардан алдын аскөк, көк пияз немесе ақжелкен қосып ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды ыстық тағам күйінде ұсынсаңыздар да болады. Әрі салат күйінде дастарханға қойсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Ең алдыменен біз тауық филесін дайындап алатын боламыз. Себебі біз тауық филесін қууға уақыт қажет болады. Сол себепті ең алғаш болып осыны дайындап қойсаңыздар болады. Дәл видеода көрсетілгендей өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Бұл салаттың дайындалу жолы өте ерекше. Сол себепті менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Міне толықтай турап мен дайындап алдым. Ендігі кезекте мен фунчозаны пісіріп алатын боламын. Ол үшін мен құрғақ фунчозаны арнайы ыдысқа салып, үстінен қайнаған су құятын боламын. Яғни осы уақыт аралығында біздің фунчозамыз толықтай дайын болады. Ескере кететін жайт, біздің қайнаған су фунчозаның бетін толықтай жауып тұруы тиіс. Егер толықтай жабылмаса, біздің бетіндегі фунчозамыз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де осылай шаңышқының көмегімен қайта-қайта араластырып тұра пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте өзіңіздің сүйікті көкөністеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде қияр мен болгар бұрышын қолдандым. Қиярды дәл видеода көрсетілгендей турап алсаңыздар болады, немесе өз қалауларыңыз бойынша турауға да болады. Болгар бұрышын міндетті түрде осылай видеода көрсетілгендей жақсылап жуып, тазалап алыңыздар. Негізінен кез келген көкөністі мен осылай ұзынша етіп турауға кеңес беремін. Себебі біздің фунчозамыздың түрі спагетти түрінде болғандықтан салатқа осылай ұзынша етіп турасаңыздар өте әдемі көрік береді. Барлығы бірдей болып көрініп тұрады.
Міне салатқа қажетті ингредиенттерді толықтай дайындап алдым. Енді кезекте біз фунчозаны дәл видеода көрсетілгендей қайшының немесе пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Ең соңғы кезекте қызып тұрған табада мен осылай тауық етін қуырып аламын. Кішкене мөлшерде сұйық май құйыңыздар. Қызарған күйге енгенге дейін жақсылап қуыратын боламыз. Өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен әдемі қызыл болып шығу үшін паприка дәмдеуішін қолдандым, және де тұз қосуды ұмытпаңыздар. Дайындалуға 1-2 минут қалған уақытта осылай болгар бұрышын 1-2 минут уақыт аралығында қуырып алсаңыздар өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте барлық ингредиенттерді қосып салатымызды дайындайтын боламыз. Менің видео рецептерім сіздерге ұнап жатқан болса, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бұл салатқа ерекше дәм беретін, бұл чим-чим для капусты деп аталатын заправкасы. Яғни дәл осы заправканы алуға мен сіздерге кеңес беремін. Для фунчоза деп аталатын түрі де бар, бірақ дәл осы для капусты әрі түс береді, әрі ерекше дәм береді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ең соңында салатқа асқы қосуды ұмытпаңыздар. Бұл салатқа тағы да қосымша дәм береді. Міне салатымыз толықтай дайын болды. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа сүзбеден жасалынатын сырнигидің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге қажетті ингредиенттер сүзбе, жұмыртқа, ұн және де дәміне қарай қант қосатын боламыз. Сырнигидің жасалу жолындағы ең басты құпия бұл біздің сүзбеде. Яғни біздің сүзбе міндетті түрде құрғақ болуы тиіс, әрі біркелкі формада болу қажет. Егер сіздерде ірілеу болса, сүзбелеріңіз осылай видеода көрсетілгендей шаңышқының көмегімен езіп аламыз, немесе блендер қолдансаңыздар болады. Біркелкі формаға келтіріп алған соң біз дәміне қарай құмшекер қосамыз, жақсылап араластырып, кейіннен жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Міне видеода көрсетілгендей біркелкі күйге енгенге дейін толықтай араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз өзімізге қажетті мөлшерде ұн қосатын боламыз. Біздің дайындап жатқан сырниктеріміз, яғни осы қамыры бір-біріне бірігетіндей күйге енгенге дейін жақсылап араластырамыз. Қолымыздың көмегімен де араластыруға болады. Яғни біріктіріп, өзімізге ыңғайлы формаға келтіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай мен қамырды осылай формаға келтіріп алдым. Яғни қазір мен өзіме қажетті бөліктерге бөліп аламын. Маған осылай жасалу жолы өте ұнады, себебі уақытымды да үнемдейді, әрі сырниктер де өте әдемі болып шығады. Бөліктерге кесіп жатқан уақытта міндетті түрде кішкене мөлшерде ұн себуді ұмытпаңыздар. Енді өзімізге қажетті формаға қолымыздың және пышақтың көмегімен келтіріп аламыз. Негізінен бұл форманы біз стаканның көмегімен де жасауға болады, бірақ маған осы тәсіл ұнайды. Өте ыңғайлы. Міндетті түрде осы тәсіл бойынша сырниги дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге менің рецепттерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.
Міне толықтай сырниктерді дайындап алдым. Енді қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Негізінен сіздер сырниктерді көп мөлшерде дайындап қойған болсаңыз, жарты бөлігін пісіріп, қалған бөлігін тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Қызып тұрған табаға кішкене мөлшерде май қойып, осылай барлық сырниктерді орналастырып шығамыз. Енді табаның қақпағын жауып қойып, екі жағы қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Сырниктер осындай сарғыштау күйге енген уақытта екінші бетіне аударып пісіре берсек болады. Сырниктеріміз толықтай дайын болды. Өз қалауларыңызша әсемдеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Рецепті соңына дейін толықтай көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге апарасыз дайындалатын сосиски в тесте, яғни қамырдағы шұжықты дайындайтын боламыз. Толық қажетті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Ең алдыменен арнайы ыдысымызға қажетті мөлшердегі су, тұз, қант және де дрожжи, яғни ашытқы қосатын боламыз. Осы аталған ингредиенттер толықтай біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте қосатын ингредиентіміз бұл майонез. Майонезді қосып алып, тағы да бір рет жақсылап араластыратын боламыз. Ал ендігі кезекте електен өткізілген ұнды азаздан қосып араластырып отыратын боламыз. Бірден көп мөлшерде ұн қосып жібермеңіздер. Қамырымыз осындай күйге енген уақытта біз сұйық май қосатын боламыз. Сұйық майдың жартысын қосып, қамырымызды әрі қарай илейтін боламыз. Қажетті мөлшерде тағы да ұн қосып, қамырымыз толықтай біркелкі массаға енгенге дейін жақсылап илеп аламыз. Міндетті түрде қамырымыз жұмсақ болуы тиіс, қатты немесе сұйық масса болып қалмауы қажет. Қалған сұйық майдың жарты бөлігін қамырымыз дайын болған уақытта бетіне құйып, тағы да қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Неғұрлым қамырыңызды көбірек илейтін болсаңыз, соғұрлым қамырыңыздың массасы біркелкі болып, әдемі формаға ие болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын, әрі формасы да өте әдемі болып дайын болды. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге көтерілгенге дейін алып қоямыз. Міне аталған уақыт аралығында біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осы қамырды біз жаятын боламыз. Кішкене мөлшерде ұн сеуіп аламыз. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Негізінен кез келген формада дайындауға болады. Бірақ ең оңай әрі ең тез дайындалатын әдіс осы форма түрімен деп айтсам да болады. Достар, егер сіздерге менің рецепттерім ұнап жатқан болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Міне қамырды 4-1 формасында толықтай жайып алдым. Енді осы қамырды 10 бөлікке бөлетін боламын.
Шұжықтарымызды қамырға осылай дәл видеода көрсетілгендей орап алатын боламыз. Қамырды тартып, не болмаса қатты басып, ораудың қажеті жоқ. Жай ғана оңай іс-қимылдың көмегімен орайтын боламыз. Шұжықтарды толықтай дайындап алдым. Енді осыны пергамент қағазына орналастыратын боламын. Дайын болған шұжықтардың бетін сүлгімен жауып, 10-15 минут уақытқа көтерілгенге дейін алып қоямыз. Сол уақыт аралығында пешімізді 200 градусқа қосып, қыздырып қоюға болады. 15 минут уақыт өткен соң, шұжықтарымыздың бетіне жұмыртқа сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқа сарысын жағып алған соң, шұжықтарымызды 20-25 минут уақыт аралығында қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай сосиски бізде дайын болды. Оңай әрі жеңіл рецепттердің бірі, сонымен қатар қолжетімді рецепт деп айтсам да болады. Және қамырын дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі өте ерекше тағамның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл тағамды міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Толық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінен көре аласыздар. Бұл тағамға видеода көрсетілгендей еттің жұмсақ жерлерін алғандарыңыз дұрыс. Себебі бұлар өте дәмді, езіліп, ауызда еритін болып пісіп шығады. Турап алынған еттерімізді осылай ыдысымызға орналастырып шығамыз. Ыдысымызға ешқандай май құюдың немесе сары май жағудың қажеті жоқ. Жай ғана осы таза ыдысқа етімізді орналастырып шығамыз. Ал келесі кезекте біз пияз қосатын боламыз. Пиязды міндетті түрде видеода көрсетілгендей турап қосу шарт емес, өздеріңізге қандай форма ыңғайлы, сол формада кесіп алып қоссаңыздар болады. Дайындалу жолы да өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Турап алынған пиязды осылай етіміздің бетіне қойып шығамыз. Негізі бұл тағамда пияз өте көп болса, тағам да өте дәмді болып шығады. Сондықтан көбірек қоса берсеңіздер де болады. Ал ендігі кезекте біз сары майды турап аламыз. Сары майды осындай кішкене бөліктерге бөліп алыңыздар. Сонымен қатар бұл тағамға сары майдың 82,5%-ын қолдануға кеңес беремін. Дәл видеода көрсетілгенде сары майды пияздың бетіне орналастырып шығамыз. Ал ендігі кезекте біз су қосатын боламыз. Ал енді ыдысымыздың қақпағын жауып, 1 сағат уақыт аралығында тағамымызды баяу отта пісіріп аламыз. Бұл уақыт аралығында мен гарнирге картоп қайнатуды жөн көрдім. Ал сіздер кез келген гарнир түрін қолдансаңыздар болады. Өздеріңізге қайсысы көбірек ұнайды, сол гарнирді дайындап қойсаңыздар болады. Баяу отта сары маймен бұқтырылған еттің кез келген гарнир түрімен үйлесіп кететініне сенімдімін.
Енді үкіштің көмегімен сарымсақты майдалап өткізіп аламыз. Пышақтың көмегімен де турап алуға болады. Өзіңізге қай тәсіл ыңғайлы, сол тәсілді қолдансаңыздар болады. 1 сағат уақыт өткен соң біз дәміне қарай тұз, қант, сірке су және сарымсақты қосатын боламыз. Тағы да ыдысымыздың қақпағын жауып, ары қарай 30-60 минут уақыт аралығында тағамымызды бұқтыратын боламыз. Міне біздің тағамымыз да дайын болды. Дәмді болып шыққаны видео арқылы да көрініп тұр деп ойлаймын. Міндетті түрде сіздерде дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Бұл тағамды қонақ күтер алдында дайындасаңыздар да болады. Өте көп мөлшерде дайындап, қонақтарды қуантып, осындай ерекше тағаммен ұялмай күтіп алсаңыздар болады. Егер сіздерге мен ұсынған рецепттер ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.